Баршаңызға сәлем. Қайсы итті бақсаң, сол жеңеді. Ғибратты әңгіме. Бір ата немересін ертіп шықты да ауладағы орындыққа жайғасты. Екеуі отырып анадай жерде арпылдасып таласып жатқан екі итке көздері түседі. Иттің бірі ақ, екіншісі қара екен. 12 жасар бала: ата, осы сіз неге екі ит асырайсыз деп сұрайды. Олар маған өмірді үйретеді, балам. Өмірді дейсіз бе? Қалай сонда? Көрмейсің бе, олардың бірі ақ та, екіншісі қара. Олар мен үшін бір белгі іспеттес. Қандай белгі? Олар адам бойындағы жақсылық пен жамандыққа ұқсайды. Қазір олардың таласып жатқаны секілді, адамның да жақсылығы мен жамандығы үнемі арпалыста болады, шырағым. Сонда бала бұлар төбелесіп жатса, міндетті түрде біреуі жеңу керек деп ойлады, атасына қарап. Сонда бұлардың қайсысы жеңеді? Қария баланың арқасынан бір сипап қойып, бетіне қарап күлді. Қайсысы дейсің бе, қарағым? Мен олардың қайсысын көбірек тамақтандырып бақсам, сонысы жеңеді. Ақпарат ғаламтордан алынды. Видео ұнаса, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Алда тағы да қызықты видеолар ұсынатын боламыз.